алушылар, құрметті қарызда жүрген кісілер, просто сіздерге көмектескім келеді. Ең басты бір күнде 10 000 рет, мен білмеймін ол сіздерге жүре ма жүрмей ме, бірақ маған жүрді осы нәрсе, сработал. Қараңыздар, маған айтты, бір күнде Алла тағаланың Әл-Мұғни деген, байытушы деген есімі бар, қазақша мағынасы Әл-Мұғни. Осыны 10 000 рет айтасын деді. Мен қарызда жүрмін, әке-шешем бай емес, тіреуші ешкімім жоқ, күйеуім жоқ, бала-шағам жоқ, отбасым жоқ, министр көкем жоқ, вообще ешкімім. Енді бар ғой туыстарым, бірақ олар бай емес, ол маған көмектесе алмайды олар. Яғни білдім да, ешкімге айта алмаймын ше. Істе деген нәрсені бәрін істеуге дайын тұрмын қазір. Күніне 10 000 рет Әл-Мұғни деген есімді айтасын деді Алла тағаланың. Сөйттім де қалай 10 күніне айтуға болады? Бітті, мен уже есептей бастадым. Аллахума фини биги халакна ахрам амман сивак деген дұға бар. Кәдімгі қарыздың құтылу дұғасын уже ұйықтап жатса да айта беремін мен оны. Осыны күніне 100 рет айтасын. 10 000 рет Әл-Мұғниді айтасын, және 100 рет истихфарды айтасын, 100 рет салауат айтасын. Осыны 30 күн жаса деді маған. Тура алдымызда Рамазан еді, тура соны жаса деді. Мен 30 күн кетті, маған